Сәлем бердік баршаларыңызға, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі жасайтын біздің тіске басар деп ойлаймын. Ол дірілдек. Барлықтарың түсініп отқан шығарсыз, холодец қой негізі. Сол холодец жасаудың жолдарын көрсететін боламын. Міне етімді бәрін дайындап қойдым. Мына сирағымды тазалап жуып, тазартып, енді осыны қазір қазанға салып қайнататын боламыз. Әуелі бірінші мына осы сирақтарды астына саламыз. Сүйектері ғой енді негізі. Ұзақ пісетін болғаннан кейін бұларды астыңғы жағына қойып пісіретін боламыз. Сосын кішкене еттер қалып қойған екен. Сол қалған еттерді бәрін қосып, осыда дірілдек жасайтын боламыз. Енді осы 2 литр ма, 2 литрдай су кететін сияқты. Сондықтан мен сол 2 литр судың көлемін дайындап қойып отырмын. Бисмиллахиррахманиррахим. Анда болып қалды ау деймін. Или бұл негізі баттыру керек кішкене. 1,5 литрдай құйып жіберейін. Сонымен 2,5 литр болады да. 1,5 литрі қайнаған кезде буымен ұшып кетеді. Сонымен 2 литрдай сорпа болуы мүмкін. 1,5 литр деп алып келдім міне. Осы шамалап құйдым. Енді осыны қазанға қоямыз. Өздеріңіз бұның пайдасын бәрін біліп отырсыздар, білесіздер. Енді қазанға газынге қойып болғаннан кейін қалған ингредиенттерді таныстыратын боламын. Бізге керегі мұнда мен дайындап қойдым сәбізімді, сосын кейін сарымсағымды, одан кейін дәмдеуіштер. Бұл жерде қара бұрыш бар, сосын кішкене ащы приправа, не дейді ғой жаңағы, паприка, бірақ ащы көп қосқан жоқпын, кішкене қасықтың ұшымен ғана, себебі ащы болып кетпесін деп. Одан кейін мына паприкадан да кішкене азғантай қостым. Енді мына қараңыздар, мына жерде кристаллик тұр. Бұны мен тез пісіру үшін қолданамын. Анда-санда осылай қонақ кеп қалғанда, я болмаса етім қатты болса, осы кристалликті салып қоям. Бұл көп салмаймын, жаңа қасықтың ұшымен осылай жаңа бұғанда салуға болады. Бірақ енді мен үйде асығыс емес менікі. Мен кешке қарай салып жатырмын. Таңға дейін бір 5-6 сағатта пісіп дайын тұратын болады. Сол аман болса дірілдек жейміз енді. Міне достар, қазанымды түсірдім. Еш нәрсе қосқан жоқпын әзірге. Көбігін алдым да 1,5 сағат қайнаттым. Енді бұны қазір сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алғаннан кейін міне еттері міне пісіп дайын тұр. Енді мен еш нәрсе қосқан жоқпын. Жаңа кристаллик ондай андай еш нәрсе, тұз да қосқан жоқпын. Сіздердің көздерінше қосып көрсетемін деп. Енді қазір осыны түсіріп болғаннан кейін біз мұздай жерге қойып ет тартқыштан өткіземіз. Сонда біздің жаңағы дірілдегіміз тез дайын болатын болады. Кейбіреулер бар ғой, 6 сағат, 8 сағат қайнатам деп жатады. Бірақ мен өзім солай тез дайындау үшін 3 сағаттан артық менде болмайды. Тек қана 3 сағаттың ішінде мен дірілдегім дайын тұрады, дірілдеп. Қазір осының бәрін сыртқа шығарамын. Балконға шығарып қоям. Сосын суығаннан кейін сүйегінен етті ажыратып мясорубкадан өткізетін боламыз. Міне, осылай түсіріп алдым. Енді мынаның ішін қазір мен тағы да жаңағы сеткімен сорпасын бәрін тазартып аламын. Одан кейін морковы бар, сәбізі бар, сосын тұзымыз бар, лавр жапырағы бәрін қосып көрсететін боламын. Ал достар, міне алдым. Енді осыны қазір тураймыз да. Одан кейін барып мясорубкадан өткізіп қайтадан пісіретін боламыз. Нелерін жаңа сүйегіне ажыратып алдым. Әлі қаттылау. Қазір енді мясорубкадан өткізгенде жұмсарады. Міне немізді жаңағы етімізден ажыратып алдық, сүйегінен. Етімізді жаңа сіңірін бәрін дайындап қойдым. Енді осыны қазір неден ет тартқышынан өткізетін боламыз. Бәрін салып дайындап алайын.
тек суын құйып қайнатып алдым. Әлі еш нәрсе қосқан жоқпын. Қазір осы неден ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін қосатындарды көрсететін боламын. Бисмилля рахман. Қосып жіберейін. Міне сиырымызды өткізіп алдық. Енді үстіне морковь қосамыз. Морковымыз бар, сосын чесногымыз бар. Осы чеснок пен морковьті бірге араластырып қосатын боламыз. Енді етімізді салдық. Қазір енді осыны тартатын боламыз. Міне бәрін тартып болдық. Етіміз бар, чесногымыз бар, сәбізіміз бар, сіңірлерін бәрін тарттым. Енді мен әзірге осылай бір қасық қана қосам. Енді қосып болғаннан кейін нені жаңағы қалай бұрыш осылардың бәрін дайындап болғам. Осыны қосам, одан кейін барып лаврды қосатын боламыз. Лаврларды жуып, тазартып қостық. Енді мына етімізді саламыз. Жаңа сіңірлерімізді саламыз осы. Осыны салып болғаннан кейін тағы да 1,5 сағат қайнатамыз. Жай отта. Тек қана жай отта. Әбден араластырып, сосын тұзын қарайсыздар ғой, дәміне қарай. Егер кем болып жатса, тұзды қосасыздар. Мен барынша өзім ыңғайына қарай қостым енді. Қазір осыны тағы да 1,5 сағатқа жай отқа қайнатып, содан кейін түсіретін боламыз. Иісі күш шығады уже. Енді қайтадан немізге қоямыз, газымызге қоямыз да 1,5 сағат тағы да қайнататын боламыз. Сосын дайындап болғаннан кейін әдемілеп көрсетеміз сіздерге. Достар, дірілдегіміз пісіп дайын болды. Енді 3,5 сағатта дайын болды менікі. Енді қазір осыны ыдысқа құятын боламыз. Дәмін көрін. Өте керемет. Бірақ тұзын кішкене мен өзім тіктеу қойып қойыптым. Сондықтан тұзын саларда байқап қарап саларсыздар. Енді осылай. Мына силикон ыдыс қой. Соған құйып дайындап қоям. Бисмилля. Ішіндегі лаврды алып тастадым. Енді осылай ыдыстарға құйып шығамыз. Ыдыстарға құйып дайындап қойдым. Енді осыны кішкене қатсын. Үй температурасында болу керек, достар. Міндетті түрде тек қана үй температурасында қатырып, содан кейін барып тоңазытқышқа салуға болады. Міне достар, біздің дірілдегіміз дайын болды. Міне, қараңыздар. Осыны силиконовый ыдысқа салып, қалғанын мынандай қазір алып келіп көрсетемін. Қалған мынандай ыдыстарға салып дайындап қойдым. Енді бұны ромбик етіп кесіп қоятын боламыз. Мен қазір енді өзім тарелкаға салып сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Мынандай ыдыстарға да салдым. Және силиконовый ыдыстарға да салдым. Енді қазір осылай әдемілеп қоямыз. Сосын қазір силиконовый ыдыстағына шығарамыз тоже. Сосын оны жанына айналасына қоятын боламыз. Осылай ыдыстарға әдемілеп қойып қойсаңыздар болады. Қазір біреуін кесіп көрсетемін. Міне осылай ыдыстарға салып, енді бисмилля рахман деп кесіп көрсетемін. Қой тұрыңыздар. Прямо іркілдеп тұр. Міне дірілдегіміз дірілдеп жатыр.